миллион теңгеге оны қалай жоқ? Бұл YouTube каналда без запинки хотя бы нормально сөйлеу керек. Өз жауапсыздығым. Қиын сөз бе? Ема жауапсыздығымның. Окей. Баршаға сәлем. Мен есімім Бақытжан. Бұл менің YouTube арнамдағы алғашқы видео. Және бұл видеода мен Кореяға не үшін, қалай, және Кореядағы 2,5 жыл өмірім қалай өткен жайлы айтатын боламын. Одан бөлек 20 миллион теңге қарызға қалай кіргенім жайлы, және оны қалай жауып жатқаным жайлы айтатын боламын. Жалпы бұл YouTube каналды ашқан себебім өмірлік кішігірім болсын тәжірибеммен, сәл-пәл біліммен бөлісу, бәлкім біреуге пайдалы болар деген ниетпен. Söz bayramı жетпейді дейсің ба? Нормально ма? Көп жағдайда Кореяға келген адамдар не атқарушы жизни келеді. Әркімде әртүрлі жағдай. Мен бұл жаққа келу себебім үлкен қарызды жабу болатын. Қазақстанда өкінішке орай әртүрлі әлеуметтік дерттер бар. Оның бірі ол лудомания. Иә, мен лудоман болдым, 5 жыл ауырдым және өз жауапсыздығымнан, ақмақтығымнан 20 миллион теңге қарызға кірдім. Және 2022 жылдың соңында өзімді өзгерту үшін, қарыздарды қайтару үшін, өмірімді өзгерту үшін Кореяға келдім. Негізі Кореяға келу ойымда болмаған еді, жоспарда болмады. Менің арманым Америка болатын. Ол жаққа мен 3 рет тапсырып көрдім, отказ болды. И өмірім носына түскен кезде, үлкен қарызға батқан кезде, мен примерно түсіндім, Қазақстанда жүріп, мен скорее всего 20 миллион теңгені қайтара алмайтынымды. Сөйтіп, как вариант ретінде маған таныстарым айтты, Кореяға барып келсең болады. Ол жақта да жалақы жақсы, ол жақта да адамдар жақсы ақша тауып жатыр деп. Одан бөлек мен іштей түсініп жүрдім, маған желательно Алматыдан басқа қалаға кетіп, сол жақтан өзімді жаңадан қалыптастыруым керек екен. 2 рет попытка болды менде негізі. 2 жыл Астанада өмір сүріп көрдім және 1 жыл Шымкентте. Сәтсіз болды. И Корея мен үшін 3-ші попытка болды. Сөйтіп мен интернетте зерттеп көрдім, 1-2 видеолар қарадым, қалай баруға болады, не арқылы баруға болады деген секілді. Сөйтіп кетаға тапсырдым өзім. Жауабы шамамен 3 сағатта келді. Одобрение болды, сол кезде қатты қуандым, бұйырып тұрған секілді ғой деп ойланып. Сөйтіп шамамен 1 аптадан кейін
жолға тарттым. Артымда 20 миллион теңге қарыз, плюс еще қолымда $400 алғашқы уақытқа деп алынған сумма болатын. Сөйтіп мен Кореядағы өмірім басталды. Таможнядан өткен соң аэропорттан шығып, мен Пусан деген қаланың жанындағы Сочанг деген кішігірім ауыл бар. Ауыл десе болады, кішігірім Кореяның қаласы. Сол жаққа жол тарттым, өткені ол жақта менің екі таныс қызым болды, мектепте бірге оқыған, Жанар, Бота, сәлем сендерге. Олар мені күтіп алды, үймен және жұмыспен көмектескен болатын. Мен Кореядағы алғашқы жұмысыма 3-ші күнде шығып бастадым. И алғашқы жұмысымда мен примерно жарты жыл жұмыс жасадым. Өте берекелі жарты жыл болды. Ол жақта жұмыс жасап жүріп, мен қарыздардың көп бөлігін жапқан болатын. Ол завод алюминийден детальдар шығаратын завод болды. Жалақысы жақсы болды, басқа заводтармен салыстырғанда. Шамамен плюс-минус 1 миллион теңге үнемі қалып отыратын. Ол заводта шамамен жарты жыл жұмыс істегеннен кейін мен белгілі бір себептерге байланысты екінші жұмысқа ауыстырдым. Ол жақта тоже завод болатын, дневной, ночной смена болатын. Чуган, яган деп аталады. Ол жақта шамамен бір айға жетпес уақыт жұмыс істедім. Өйткені ақша жағынан сәл аздау болды, одан бөлек ментально ана жерде однотонный, монотонный жұмыс болғандықтан мүлдем ұнамады. Сөйтіп мен 3-ші жұмысқа ауыстым. Ол жұмыс қазіргі істеп жатқан жұмысым, ол жақта мен шамамен уже 1,5 жылда істеп жатырмын. Ол корабельный завод, Samsung-тың кеме зауыты. Жона күннен ғой. Қазіргі уақытта Кореяға келгеніме 2,5 жыл болыпты. 2,5 жылда қандай өзгерістер болғанын сізмен жазған кезде мен қатты шүкір еттім. Өйткені келер алдында сағым плотно сынып, суицид жайлы ойланып жүрген кезім еді. Ең басты жеңісім ол менің өз тәуелділігімді жеңе алғаным, ауруымды емдей алғаным. Ол нәрседе маған көмектескен алдымен ол мәселені мойындау, проблеманы мойындау, тәуелді екенімді мойындадым. Өз жауапсыздығымның, ақымақтығымның кесірінен өмірімнің дносына түскенімді мойындадым. Жағдайды қалай бар, солай қабылдадым. Ешқандай иллюзиясыз, ешқандай самообмансыз. Жауапкершілікті толықтай өзіме алдым. Бұл дноға түскен өзің, және сол днодан шығаратын адам да өзіңсің деп өзіме айта бастадым. Және ең бастысы ол сенім, Аллаға сену, оның мейірімділігіне, оның рахымына және өзіңе сену. Қаншалықты қиын жағдай болғанымен де бұдан шыға алатыныңа сену. Екіншіден, қарыздарымның көп бөлігін жаба алдым. Нақты айтатын болсам, 20 миллионнан 13 миллион теңгесін жаптым. Мен үшін қарыздарды жабудан бөлек, қарыз алған адамдардың кешірімін алу және олармен жақсы қарым-қатынаста қалу ең басты мақсат болатын. Шүкір Аллаға, жаймен жетіп жатырмын оғанда. Ең қызығы, мен шынайы жағдайды оларға айтқан кезде, как есть, қалай бар, ауру екенімді, осындай үлкен қарыздарға кіргенім жайлы айтқан кезде, ең қызығы маған олар көп поддержка берді. Кейбір даже туысқандарым, достарыма қарағанда үлкен поддержка берді. Менікін асықпай бере берсең болады деді. Одан бөлек кейбір қарыздарымды кешірген адамдар да болатын. Әрине мен оларды қайтарам полностью. Дегенмен сол кезде мен түсінгенім шынайылықтың өте үлкен күші бар екен. Өйткені мен ауру болып жүрген кезде, жаңағыдай ставка қойып жүрген кезде өмірім өтірікке толы болатын. Үнемі алдап жүретінмін. Адамдарды алдағаннан бөлек проблеманың негізгі бір тамыры өз-өзімді алдап жүрдім. Және қалай мен алдауды қойдым, сол кезден бастап менің өмірім жақсы жаққа қарай өзгере бастады. Одан бөлек мен өзімді тани бастадым. Менталды жағынан өстім де десе болатын шығар. Өз жолымды құра бастадым. Ешкіммен жарыспай, ештеңе дәлелдемей. Нақты маған не қажет, не нәрсе маған керек, не нәрсе мен үшін артық, не нәрсе маған келеді, не нәрсе маған сәйкес келмейді, соны анықтай алдым. Және егер өзімді бұрынғы уақытшамен салыстыратын болсам,
көз алдымда екі түбегейлі басқаша адамдар. Шүкір. Қарыздарды жабуға көмектескен нәрселер жайлы айтатын болсам, ол ең алдымен, конечно же, Кореядағы зарплата. Дегенмен ақша табу бір әңгіме, және сол ақшаны басқару ол мүлдем басқа әңгіме. Сондықтан мен қаржылық сауаттылықты меңгере бастадым. Бұл негізі фундамент және менің проблемамның түпкі тамыры болып шықты. Өйткені мен не үшін ставка қоя бастадым? Өйткені қарыздарға кіре бастадым. Қарыздарға не үшін кіре бастадым? Өйткені менің шығындарым табыстарыма қарағанда әлдеқайда көп болатын. Сондықтан сол жерде кассовый разрыв болды. Сол кассовый разрывты жабам деп, мен ставка арқылы соны жабам деп ойладым. Үшінші нәрсе ол спорт. Негізі спорт менің өмірімде үнемі болған болатын, жанында болатын. Бірақ мен лудоманиямен ауырып жүрген кезде, ставка қойып жүрген кезде, спорт менің өмірімде уже азая бастады, қатты азая бастады. Кореяға келген соң мен спортты тастамауға тырыстым. Үнемі болсын, хотя бы отжимания жасауға тырысып жүрдім. Шүкір, ол да жемісін беріп жатыр. Дисциплинам біраз өсті. Соның арқасында денсаулығым да біраз жақсарды. Төртінші нәрсе ол серуендер. Егер менің өмірімнен керек емес бір дүниені алып таста дейтін болса, ол точно серуендер болмаса еді. Кешкі серуендер маған ойларын жинақтауға, белгілі бір тақырыптарға рефлексия жасауға, алдағы жоспарларымды реттеуге, өзгертуге көмектесетін. Және ең ұтымды және дұрыс шешімдерді мен осы кешкі серуендерде қабылдаған болатын. Бесінші ол подкасттар. Менің өзгеруіме қатты көмектескен құрал. Өміріме басқа қырдан қарауға, өміріме зум-аут жасауға көмектескен құрал болатын. Және әр подкастты тыңдаған сайын мен үнемі бір пайдалы ақпаратпен шығатынмын. Бірінші жұмыста мен жүрген кезде құлағымда үнемі музыканың орнына подкаст тыңдап жүретін. Жұмыста бізде 4 тайм деген болады. То есть 3 үзіліс болады және 4 уақыт болады. Әрқайсысы 2 сағаттан. Сол әр таймда мен всегда бір подкаст тыңдайтын. Әлі күнге дейін мен аптасына как минимум бірнеше подкаст тыңдаймын. Және шүкір, осы нәрсе менің өмірімді точно өзгертті. Бұл видеоны не үшін түсіргім келіп жатқан жайлы ойланған кезде мен 2 себеп таба алдым. Біріншісі ол алғыс айту. Аллаға рахмет. Оның мейірімділігіне, оның рахымына. Өйткені көп жағдайларда мен оның ықпалын сездім. Көп жерде жолым болмайтын жерлерде жолым болатын. Және шынымен де өкінішке орай мен бір үлгілі болатын мұсылман емеспін. Дегенмен осы қателігім арқылы, осы сынақ арқылы жаймен менің Алламен қарым-қатынасым жақсы болып келе жатыр. Екіншіден мен анама рахмет айтқым келеді. Өйткені мен үшін до конца барған, үнемі жанында болған кісі ол менің анам. Көп адамдар біраз адамдар бақытжан адам болмайды, бақытжан болды біткен адам деген кезде мамам оларға қарсылық танытатын. Жоқ, ол жақсы адам, ол түзеледі, ол бұл қателіктен, бұл сынақтан өте алады деп мен үшін до конца тұрған болады. Оның қолдаусыз мен точно бұл жағдайдан өте алмас едім. Дымда болмас еді, және мен өзімде дымда болмас едім. Мамам, сізге өте үлкен рахмет. Мен көп жағдайда үлгілі ұл бола алмадым, бірақ сіз әрдайым ең жақсы, ең мейірімді ана бола алдыңыз. Рахмет сізге. Мен сізді қатты жақсы көремін. Бұны жиі айтпаймын. Дегенмен мен сізді қатты жақсы көремін. Және мен точно бұл жағдайдан шыға алмас едім сіз болмағаныңызда. Қарыз алған адамдарға үлкен рахмет айтқым келеді. Олардың сабырлық танытқанына,
белгілі бір жерлерде күте алғанында, және көп жағдайда маған қолдау көрсеткендеріне. Мен үшін үлкен парадокс болды шынымен де. Мен адамды ренжіттім, бірақ бар жағдайды қалай бар солай айтқан кезде олар маған поддержка бергені мен үшін үлкен парадокс болды шынымен де. Өкінішке орай менің өмірімдегі жақсы өзгеріс сіздерге кесірін тиіп кеткендіктен болды. Мен ол үшін кешірім сұраймын. Және тағы да үлкен рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Қолдау көрсеткен адамдарға көп рахмет айтқым келеді. Достарым бар, туысқандарым бар. Кейбіреу ақшамен, кейбіреулер жылы сөзімен маған қолдау көрсетті. Көп рахмет сіздерге. Мен оны точно ұмытпаймын. Шынымен де мен түсінгенім адамға адам қажет екен, және қолдаудың адамның өмірінде қаншалықты маңызды рөл ойнайтынын мен осы жағдай арқылы түсіндім. Менің өмірімнің жақсы бағытқа бұрылуы сіздердің де арқаңызда. Сондықтан рахмет көп сіздерге. Алла разы болсын. Және екінші себеп, бұл видеоны не үшін түсіріп жатқанымның мен басқаларға сәл-пәл болсын пайдам тисе екен деймін. Өйткені өкінішке орай лудоманиямен ауырып жүрген адамдар өте көп. Оның көрсеткіші, скорее всего, мына нәрсе: әр адамның, әр қазақтың айналасында бір танысы бар, осы аурумен ауырып жүрген. Ол не жайлы айтады? Ол бұл аурудың қаншалықты кең тарап кеткені жайлы айтады. Және өкінішке орай көптеген жігіттер өз-өзіне қол жұмсап жүргендер бар. Мен бұл мәселені жан-жақты зерттеген кезде, біраз видеолар қараған кезде, подкасттар тыңдаған кезде түсіндім қаншалықты бұл жаман ауру екенін. Және сен не только өзіңе жамандық жасайсың, сен өзіңнің айналаңа у шашасың. Өзіңнің айналаңдағы жақын адамдарының өмірін құртасың. Және мен ең қас жауыма да тілемес едім бұл аурудан. Сондықтан жігіттер, барлығы өздерінің қолдарында. Егер жауапкершілікті толықтай өздеріңе алып, проблеманы мойындасаңдар, точно шешімі болады. Ең бастысы Аллаға сеніңіздер, оның рахымына, оның мейірімділігіне, және үміт үзбеңіздер ешқашанда. Өздеріңізге сеніңіздер. Қаншалықты қиын болғанмен бұл жағдайға өзіңді өзің түсірдің, және шығаратын да өзіңсің. Сондықтан қиын болады, біраз жұмыс істеу керек болады, біраз нәпсіңді тию керек болады, біраз өзіңмен жұмыс жасауың керек болады. Дегенмен, егер нормальный өмір сүргің келсе, сен оны жасауға міндеттісің просто, и все. Соңында айтарым, ешқашан берілме, өзіңе сен. Егер менің қолымнан келген болса, онда сенің де қолыңнан точно келеді. 잘 들었습니다. 안녕하세요. 영수증 필요한 Міне достар, бұл менің оқиғам. Менің ойымша әрбір адамда өмірінде белгілі бір кризистер болады. Және бұл видео менің кризисім жайлы. Егер видео ұнаған болса, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және егер де сіздің өміріңізде дейін және кейінге өзгерткен кризис болған болса, ол жайлы жазып кетсеңіздер де болады. Бәлкім басқаларға да бір мотивация ретінде көмегі тиер. Жалпы осылай. Соңында айтарым, екі нәрсе айтқым келеді. Біріншісі, Кореяға көшу менің өмірімдегі әзірше ең қайырлы шешім. Және екіншісі, ол ешқашан берілмеу керек. Қандай да жағдай болмасын, жақсы күндер, алда жақсы күндер болатынына үміт үзбеу керек. Солай. Жақсы. Басқа видеоларда көріскенше. Сау болыңыздар.